Сізге ақша не үшін қажет? Ойланып отырғанда мына мәліметтермен танысыңыз. Жер бетінде 8 миллиардтан астам адам тұрады. Оның барлығының иелігін қосып есептегенде 45 квадриллион долларға жетеді. Оның ішінде 1 квадриллион 300 триллионы ақша, қалғандары жылжымайтын мүлік, зауыттар, патент, бренд, компания, жалпы айтқанда сатуға немесе сатып алуға болатын бағасы бар дүние. Енді осы байлық әлем халқының арасында қалай бөлінгенін қараңыз. Мынау кішкентай ғана бөлік, яғни 1% адамдардың иелігінде әлем байлығының 46% шоғырланған. Және жыл сайын байлардың ақшасы өсіп, кедейлер керісінше қарай жылжып жатыр. Осы байлардың бәрі бірігіп бір жаһандық келісімге келгенге ұқсайды. Осыған сіз сенесіз бе? Ақшаң болуын қаласаң, әрине еңбек ету керексің. Себебі еңбек етсең ерінбей, тояды қарның, тіленбей. Бұл сөзі тек Абай атамыз айтпаған, міне әртүрлі елдердегі осы мақалдың баламасы. Бірақ өмірдегі мысалдардан бұл мақалдан кері ойлар түзіледі. Мысалы, шахтерлар, сантехниктер, құрылысшылар, мұғалімдер, дәрігерлер, инженерлер, жұмыс ауыр мамандықтарды шексіз түзе беруге болады. Бірақ соның ішінде ең мықтыларының өзі миллиардер бола алмайды. Нақтырақ айтсақ, бұл мақал белгілі бір мөлшерге дейін ғана жарамды. Демек, еңбек етсең ерінбей, аштан өлмейсің. Ал университетін аяқтамаған Билл Гейтс Microsoft компаниясын құрып бірнеше жылда әлемде ең бай адамға айналды. Стив Джобс пен Стив Возняк гаражда отырып компьютер құрып миллионер болды. Музыкалық білімі болмаған Джон Леннон мен Пол Маккартни 20 ғасырдың ең танымал тобы Битлзді құрды. Сонымен осы қалай болып жатыр? Ақша тауып жаңағы 1%-ның құрамына кіруге бәрімізде мүмкіндік бар ма? Бірақ осы жерде ескертейін, бай болсаң оңай, алдап, ұрлап ақша таба бересің деген шағым емес. Сонда да Билл Гейтс көп жерде танысы бар, бай отбасында дүниеге келген, оқыған мектебі де байлардікі, өйткені ешкімде жоқ компьютерлар тек солардың мектебінде ғана болды. Ал Стив Джобс интерфейсті мышкамен басқаратын компьютерді алғашқы болып жасап сату идеясын Xerox'тан ұрлаған, және ұлы идеяларды ұрлауға ұялмау керек деп айқайлап жар салуда. Сонымен қатар әкеден қалған мал болмас деп айтқан атам қазақ. Демек, адамды жетістікке жеткізетін ақшамен связдан да маңызды нәрсе бар. Ол қандай қасиет? Оны түсіну үшін біреудің жолы болып, басқаның жолы болмады деген жеңіл жауаппен тоқтамай, тереңдеу үңіліп қарап көрейік. Сонау 1930 жылы испаниялық философ Хосе Артега и Гассет қалың халықтың көтерілісі атты трактатын жариялаған болатын. Ол жалпы мәдениет, әлеумет жайында жазды. Бірақ жазған ойлары осы видеоның тақырыбынан идеалды түрде орын алып отыр. Ол жалпы адамдарды екіге бөлді. 99% құрайтын көпшілік және таңдаулылар, ол 1% ғана. Философтың пікірінше, көпшілік масса дегені ол өз пікірі жоқ ағыс бойынша жүзетін адамдар. Демек, 99% адамдар тағдырыма көндім деп ағыс бойынша жүре береді, қалған 1% таңдаулылар осы өмір ағысын бақылап, бағдар беріп отырады. Және олардың аристократ, король немесе президент болуы шарт емес, маңыздысы шақырғанда келетін емес, шақыратын адам болу. Ескерту керек, бұл кітапта жолы болу немесе отбасы мұрасы жайында ештеңе жазылмаған. Көпшіліктің адамы күші мен потенциалы мол бола тұра, ешқандай жеке дамумен айналыспайды. Бұл кітаптан алынған цитатаға қайта тағы оралам. Енді ақшаға келсек, жақсы үй, машина, демалыстар мен киім-кешектер, осының бәріне қол жеткізу үшін ақша керек деп балалық шағымыздан сіңіріп қойған. Себебі бәріміз комфортта өмір сүргенді қалаймыз. Ал комфорт дегеніміз әр адамға әрқалай. Мынау күлімсіреген француз люкс категориясындағы Луи Виттон сияқты көпшілік массадан ерекшеленгісі келетіндерге байлықтың, роскоштың белгісін сататын 75 брендтің егесі. Бүгінгі таңда байлығы бойынша әлемде 3-ші орында. Сонда таңдаулы 1%-ның құрамына кіру үшін жаңағы люкс бұйымдар ғана жеткілікті ме? Әрине жоқ. Демек, бұл бұйымдарды сатып алушылар да көпшілік массаның адамдары. Міне қараңыз, әлемде ең бай адам Илон Маск 37 метр квадратты құрастырылып салынатын үйді өзінің SpaceX компаниясынан жалға алып тұруда. Жақында жаңалықтардан оқыдым. Илон Маск норвегиялық инвесторлармен кездесуден ұшып барып қайту шығыны тым көп деп бас тартқан. Марк Цукерберг өзіне тек қарапайым футболка киіп жүретінін естіген боларсыз. Әлемде ол байлығы бойынша 4-ші орында. Ал IKEA компаниясының егесі Ингвар Капрадтың қандай қарапайым болған жайында аңыздардың саны жоқ. Қазақстанда бір мысал болсын. Марғұлан Сейсенбай. Кто-нибудь объяснит мне из психологов, почему я кайфую и отдыхаю в таких домах? Смотрите, какой диван.
Бұрынғы миллиардер, бірақ қазір қанша ақшасы бар екенін құпияда ұстағанымен кедей адам емес, бірақ сонда да осындай аңшы үйінде демалғаннан ләззат алады. Бұл кісілерді сараң деп те айта алмаймыз. Себебі ақшаларын бизнестеріне қайта салып, әртүрлі қайырымдылық акцияларына миллиондаған долларлар жіберіп отыр. Ал әлемдегі ең бай инвестор Уоррен Баффет өз өлкесінің бүкіл ақшасы Билл Гейтстің қайырымдылық қорына жөнелетінін жариялаған. Ақшасын текке шашып жүретін байлар да аз емес. Николас Кейдж, Линдси Лохан, Блейдтегі Уэсли Снайпс, осы кісілер де жақында ғана ойын-сауыққа, люкс киім-кешектерге, машиналарға мақтанышпен миллиондарын жаратып жүрген, нәтижесінде бірнеше жылдан кейін банкрот. Ақша қолдың кірі, ақша проблема, ақша стресс деп жамандыққа жатқызатындар да аз емес. Бірақ уақыт бұл проблема, уақыт бұл стресс, уақыт жаман деп есептейтіндер жоқ қой. Айтқым келгені, ақша ол уақыт секілді мақсат пен ниетің үшін пайдалануға болатын құрал. Осы мақсат пен ниетіміз ол қажеттіліктен туындайды. Қажеттілікті зерттеген совет психологы Павел Васильевич Симоновтың еңбегімен бөлісейін. Оның теориясы бойынша әр адамның кез келген іс-әрекетінің себебін 3 топқа бөлеміз. Бірінші, өмірлік қажеттілік. Ол ұйықтау, тамақтану, жуыну, тағы сол сияқты. Екінші, әлеуметтік, социалдық қажеттілік. Ол отбасын құру, топтың мүшесі болу, жалпы басқа адамдармен байланысу қажеттілігі. Үшінші, ең маңыздысы идеялық қажеттілік. Өмірде өз орныңды табу, өмірдің мәнін іздеу, табиғат заңын ұғу секілді белгілі бір идеядан туындаған қажеттілік. Байқасаңыз, 3 пунктта да ақша жайында ештеңе жазылмаған. Себебі жаңа айтқанымдай, ақша ол осы қажеттіліктерді орындауға арналған құрал. Сонымен тағы сұрайын, сізге ақша не үшін қажет? Осы мәселені басқа қырынан ойланып көрдіңіз бе? Азық-түлік, киім-кешек, тұрғын үй, көңіл көтеру, бұның бәрі сөзсіз маңызды мәселе. Бірақ ешқандай ізденістің қажеттілігі жоқ. Бүкіл қажеттілігі түгел әлемді елестете аласыз ба? Мысалы, күнде бәріне керегін әкеліп беріп тұратын арман қала. Осындай қала эксперимент ретінде салынған болатын, бірақ адамдар үшін емес, тышқандарға зертханалық сынақ үшін. Нәтижесі таң қалдырады. Әлемде барша тұтынушылардың танысқаны жөн болатын 25-ші ғалам атты этолог Джон Келхонның сынақ тәжірибесі жайында айтамын. Ол әріптестерімен бірге тышқандарға осындай қамал салды. Ішінде су, тамақ, ұя салуға материалдардың барлығы болды. Ешқандай жыртқыш және ешқандай ауру жоқ, абсолютті комфорт. Өйткені орын 4000 тышқанға жетеді. Сол жерге салтанатты түрде 4 жұп тышқанға пәтер берді. Яғни 8 тышқанға бәрі керемет басталды. Тамағын тоя жеп, қауіпсіздіктен ләззат алып, емін еркін көбейіп жатты. Жарты жыл ішінде тышқанның саны 2200-ге жетті. Әлі дәл осы кезден бастап олардың тұрмысында өзгерістер байқала бастады. Жалпы эгоизм басталды. Жас тышқандар шеттетіліп, қоғамы қатыгезденіп кетті. Себебі үлкен тышқандар қауіпсіз аймақта ұзақ өмір сүріп, орындарын жастарға бергісі келмеді. Еркек тышқандар күні бойы өздерінің жүндерін сипап, ұрғаш тышқандарға назар аударуды қойды. Ұрғашылар өз территорияларын өздері қорғауына тура келіп, балаларын тастап кетуге, тіпті өлтіруге дейін барған. Осы өзгерістерден кейін тышқандар көбеюді мүлдем тоқтатты. 4000 тышқан сиятын қамалда 2200-ден аспады және сол сәттен бастап саны азая бастады. 4 жыл өткеннен кейін Джон Келхо 120 кәрі тышқан қалған қамалдың алдында тұрып, енді ұрпақ өмірге келмейтініне көз жеткенде экспериментті тоқтатты. Сонымен қажеттілік жоқ өмір тіршілік иесіне зиян ба? Қалай өзі? Сізге де қазіргі кезде есіңізге салды ма? Әрине бұл эксперименттегі тышқандар мен адамдарды тікелей салыстыруға болмайды. Адамдар тышқан емес, тышқандар адам емес. Дәл осы себепті қажеттіліктің 3-ші категориясын естеріңізге саламын. Идеялық қажеттілік. Хосе Ортега и Гассеттің еңбегінде де осы жайында жазылған. Белгілі бір мақсаты мен идеясы жоқ адамдар көтерілсе, олар тек зардап пен шығынға алып келді. Осылайша бүгін ақшасы бар, бірақ идеясы мен мақсаты жоқ көпшілік пайда болды. Көпшіліктің адамы күші мен потенциалы мол бола тұра, ешқандай жеке дамумен айналыспайды. Ал біздің күшіміз, потенциалымыз, ақшамыз бұрынғыдан ең көп кез, солай емес пе? Егер байқаған болсаңыз, келісерсіз, осы идея кез келген тауарды сатуға да көмектеседі. Маркетингтің дамуымен бірге кез келген ірі компания өзінің миссиясы мен идеяларын жариялап келеді.
Мысалы, біз шаңсорғыш сатпаймыз, біз бұл әлемді тазалау қыламыз. Немесе майонез сатуды емес, майонезді тамағына қосқан әр отбасы бақытты екенін жарнамалайды. Кейде бұл тым артық сияқты көрінеді, бірақ идеяға негізделген жарнама бизнесте шынымен де тиімдірек. Pixar компаниясын Стив Джобс 5 миллион долларға сатып алып, 2 миллиард долларға қымбаттатқан себебі де осыда. Ол Apple компаниясының негізін қалаушы, әр мультфильмге философиялық идеяларын сіңіріп, терең мағына берді. Сондықтан тұтынушылардың жүрегінен орын алып, ақша алып келді. Сол себепті керекті, қызықты, маңызды идеямен қаруланған адам миллиондаған адамдарды қасына жинап, немесе қалаған жеріне бағыттай алады. Маркс пен Лениннің идеясын қолдап, әділетті және тең қоғамды армандаған мыңдаған адамдар өмірін қиғаннан СССР ғажайып жетістіктерге жеткен. Ал 1970 жылдары сол идея қол жетпейтіні белгілі болғанда елде кризис басталды. Кеңес одағының құлауының себебі көп әрине, бірақ сол себептердің ең маңыздысы жарқын болашаққа деген үміттің жоғалуынан болды. Осы кеңес одағы қирағаннан кейін бандитизм немесе приватизациямен бірден байып ақшасын оңды солды шашып жүрген адамдар да көп болды. Бірақ қайсы бірінің атын қазір білеміз. Алайда дәл сол жылдары Аркадий Волож бен Илья Сагалович ақша үшін емес, идея үшін жұмыс жасап, Яндекс.ру интернет компаниясын ашқан болатын. Енді Яндексіз өткізген күніміз бар ма? Ал бүгін Яндекстің капитализациясы 1,5 триллион рубльға жетіп тұр. Адамның идеялық қажеттілігіне әрекет жасауына мағыналы ниет қажет, ал ақша көп жағдайда сол мақсатына ұмтылған адамдарға келеді. Әрине бүгін біз материалдық әлемде өмір сүрудеміз. Сондықтан ақша тек базалық қажеттілікті қанағаттандыру үшін ғана маңызды. Сонымен адамның өркениетінің негізі ақша емес, идея болып табылып жатыр. Сондықтан сізге қанша ақша керек деп емес, ақша сізге не үшін қажет деп сұрағым келіп тұр. Видео ұнаса лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді астында қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.